Сәлем көрермен, менің арнама қош келдің. Бүгінгі менің ағылшын аптасының 4-ші күніне қош келдің. Бүгін бізде ерекше тақырып, яғни ағылшын тіліндегі ең керек дегендегі 30 жетістікті үйренеміз. Сонымен арнаға тіркелмеген болса, міндетті түрде тіркеліп кет және лайк бас. Сонымен бастайық. Сонымен ең бірінші орында бізде be жетістігі. Be деген ол болу. Яғни be careful, сақ бол дейді. Жалпы be дегенге байланысты to be жетістігі бар. Онсыз ағылшын тілінде болмайды. Яғни ағылшын тілінде кез келген нәрсе етістікте болу керек, бір нәрсе істеу керек. Және be ол болу, бір нәрсе болу керек. Екінші орында бізде have деген бар деген сөз. I have бір нәрсе, менде бір нәрсе бар. Мысалға, I have a toy, менде ойыншық бар. I have. Үшінші орында бізде do ол істеу. Мысалға, do homework, үй жұмысын істеу. Жалпы be, have, do дегендерге байланысты ережелер бар, сондықтан олар бірінші үштікте тұрады. Төртінші орында бізде say етістігі. Say деген айту. Осындай өлең бар ғой. Say my name, менің атымды айт, менің атымды айт. My name, менің атым. Солай, my name is Аружан болып шыға келеді. Бесінші орында бізде go бізде бару. I go to school дейді ғой. Мен мектепке барамын. Дәл солай бару go. Алтыншы сөз бізде help, яғни көмектесу. Help me, көмектес маған. Help, көмектесу. Жетінші орында бізде make. Make сөзі ол істеу. Енді осындай өлең бар. Party maker. Party ол туса, яғни күшті мереке party. Ал maker, яғни соңындағы er ол адамға айналдырады. Мысалы, құрылыс және құрылысшы. Дәл солай er сөзі адамға айналдырады, яғни maker істеуші. Party maker сол тусаны істеуші. Сондықтан осындай өлең бар. Party maker. Солай жаттап алыңыздар. Make жасау. Сегізінші сөз бізде know деген білу. I don't know, мен білмеймін. I know who you are, мен сенің кім екеніңді білемін. I know English, мен ағылшынды білемін. Дәл солай know сөзі білу. Тоғызыншы орында бізде think, яғни ол ойлану. I think деп бастасаңыздар, кез келген сөйлемді менің ойымша деп бастайсыздар. Сонымен think ойлану. Оныншы орында бізде take деген алу. Take it, ал мынаны. Take something, бір нәрсені алу. Take деген ол алу. Сонымен 11-ші сөз бізде ол see деген көру. Көбінесе ужастикте I see you дейді ғой. Дәл солай мен сені көріп жатырмын деген see деген көру. 12-ші орында ол come here, ол жаққа кел. Come деген келу. Welcome to Қазақстан. Welcome деген осы come сөзінен шыққан, ол қош келдің. Come деген келу. I wanna go home, мен үйге барғым келеді, үйге қайтқым келіп жатыр. Want қалау. Ал want to дегеннің қосындысы. Солай wanna сөзі шыққан. 14-ші орында бізде use деген қолдану. Сосын орыс тілінде use it деген сөз шыққан, яғни қолдану деген мағынаны білдіреді, яғни use деген сөзден шыққан. 15-ші орында бізде find деген табу. Іздетем, жоқ. I don't find my phone, мен өзімді телефон таппай жатырмын. Don't find, таппау, find табу. Менде негізі чолка бар. Нормально ма? Нормально ма? Енді нормально шығар деген үміттемін. 16-ші орында бізде give деген ол беру. Give me please your phone. Маған телефоныңды берші. Give деген беру. 17-ші орында бізде tell me something. Маған бір нәрсе айтшы. Tell me what happened. Не болғанын айтшы. Tell ол айту. Tell me маған айтшы. Маған айт. 18-ші орында бізде work. Яғни work сөзі, work деген жұмыс істеу. I'm busy, I'm working right now. Мен қолым бос емес, мен дәл қазір жұмыс істеп жатырмын. I am working. Work жұмыс істеу. 19-ші орында бізде call сөзі деген хабарласу. Мысалға, call me maybe, мүмкін маған звондайсың, call me маған звондау. Сосын call деген сөз ол атау деген сөз. Мысалға, my friends call me Арука. Менің достарым мені Арука деп атайды. Яғни call деген екі мағынасы бар. 20-ші орында бізде try сөзі. Try деген тырысу. I will try, мен тырысып көремін. Try тырысу. 21-ші орында бізде ask сөзі. Ask деген сұрау, сұрақ қою. Ask me дейтін бұрын желі болатын еді, қазір де бар шығар. Ask деген сұрақ қою. Ask me, менен сұра.
маған сұрақ қой деген сөз. Екінші орында бізде need сөзі, need деген керек болу, қажет ету. Мысалға I need your help, маған сенің көмегің қажет. Сосын BTS-тің өлеңі бар, I need жоқ, қандай еді? I need you girl, қателеспесем осылай, I need you, сен маған керексің. Feel деген ол сезіну, feels деген сезімдер. How are you feeling? How are you feeling? 24-ші сөз бізде ол show. Show деген ол көрсету. Show me дейді ғой, маған көрсетші дейді. Show me your hand. Қолымды көрсетші дейді. Show me, маған көрсет. Show көрсету. 25-ші сөз бізде leave. Leave me alone. Мені жалғыз қалдыршы дейді. Now leave me alone. Leave me alone. 26-ші сөз бізде put. Put деген ол қою. Мысалға, put this pen on the table. Мына қаламды столдың үстіне қойшы дейді. Үстелдің үстіне қойшы. Үстелдің үсті on the table болады. On'ды білмесеңіздер, міндетті түрде менің алдыңғы видеомды көріңіздер, сол жақта мен үйреткен болатынмын. Put деген ол қою. 27-ші орында бізде mean сөзі. Mean сөзі деген мағынаны білдіру. Жалпы what do you mean дейтін Джастин Бибердің өлеңі бар ғой. What do you mean? Сол жақта сен не демекшісің? What? Не демекшісің? Mean деген ол мағына білдіру, демекші болу. Сол ғой. 28-ші орында бізде keep сөзі. Keep деген сөз ол сақтау деген сөз. Мысалы, keep calm дейді. Сабыр сақтаңыз. Keep сақтау. 29-ші сөз let me, рұқсат беру деген сөз, мүмкіндік беру. Сосын let's go дейді. Мүмкін кеттік дейді. Кеттік дейді. Let's go. Let's do that. Осыны істейік. Кеттік деген сөз. Сол let деген негізі мүмкіндік беру. Let's деген давайте деген сөз. Let me tell you something, Pandeo. Yeah, let me tell you something. Сонымен соңғы сөз ол begin. Begin деген бастау. Ең күшті шпаргалка, ол ағылшын тілінде бірнеше деңгей бар ғой, және ең алғашқы деңгейдің аты beginner. Жаңада айтқандай, ER сөзі адамды қосады, яғни beginner бастаушы, бастапқы уровеньдағы адам. Сонымен beginner бастап келе жатқан адам, бастаушы, және begin ол бастау. Сонымен көрермен, осылай біздер 30 жетістікті өтіп тастадық. Мен барынша сізге пайдалы болғанын қаладым. Сонымен осы видеоны болса міндетті түрде лайк бас, арнаға тіркел. Әлі қызықты видеолар көп шығады, пайдалы қызықты видеолар әлі тола. Сондықтан тезірек арнаға тіркеліп үлгер. Сонымен сау бол, сау!